Егер сіз индрайверді қолданған болсаңыз, мына нәрселерге кездескен боларсыз. Кеше Жаркенттен бір досым Тараз қаласына бір құжаттарды салып жіберді, индрайвер арқылы салып жіберсін деп. Ол құжатты салу үшін мен индрайверге жаздым, маған таксисттер хабарласты. Содан сөйлестік, келіскеннен кейін маған бірден айтқан өтініші отмена жасай сал, басқа номерлер алмай қойсын, және біз келіскен жоқпыз деп ана жерге номерін шығармаған. Жақсы дедім, бірақ мен келістік, мына жерде көрсетілген номер жоқ деп шынын айттым. Бұл бір рет емес, әр жаққа жолға жүретін кезде үнемі кездесетін нәрсе. Бұл еңбекті, яғни индрайвердің комиссиясын төлегісі келмеуі, бұл платформаның хақысына кіріп отыр. Яғни сіз жолда кетіп жатса, адамдарды ақысыз тегін апара салмайсыз ғой. Тура сол сияқты Алматы қаласының ішінде сізге нақты баратын адамды сол платформа, сол функция арқылы сізге тауып беріп отыр. Бұл үлкен IT компанияның мүмкіндігі. Ал сіз соны хақысын бермей пайдалана салғыңыз келеді. Ал бұндай жағдай болса, ол компания бұл елден кеткісі келеді, арғартай дамытқысы келмейді. Сондықтан біз өзіміздің сол 10%, 20% комиссияны алып қаламыз деп ойлаймыз да, үлкен жұмыс жасағысы келетін бизнестерді алып тастаймыз. Каспиймен жұмыс жасағысы келетіндерді көп адамдарды айтады, Каспийде процент көп, үстінен алатын пайдасы көп дейді. Онда мықты болсаң, өзің сондай платформа жаса, өйткені саған мүмкіндік беріп отыр ғой. Ешқандай қиналмай, тек карточкасын саласың, үлкен ақшаны табуға болады деген. Сондықтан осындай IT үлкен проекттердің біздің қазақ менталитетінде хақысын және оның еңбегін бағалай алмағандықтан көп қателіктер ұрынып жатады екен. Сондықтан келесі жолы индрайверді, Яндексті, басқа да платформаларда қолданатын кезде осы нәрсені мән беріңіздер. Взлом жасау, хакинг етіп алу, біреуге сілтемені жіберіп, курстарға достықты басқа біреулерге алып беру деген сияқты мәселелерді ескеріңіздер. Ал біз сондай жағдай пайдаланбасын, сондай жағдайға түспесінші, біреудің хақысына кірмесін, онсыз да арзан болсыншы деп QQ жобамызды 2-ақ мың теңге етіп қойдық, және бүкіл ішінде TikTok, ChatGPT, психологиялық қорқыныш, неше түрлі сабақ, не трендте болады, соның барлығын кіргізіп отырмыз. Жай ғана 2 мың теңге төлейсіз, платформаға кіресіз, барлық білімді ала бересіз. Егер қызықты болса, сілтемеге өтіңіз, болмаса төменге номерін жазсаңыз, біздің менеджер сізге хабарласады.